Армысыздар, қазір мен жеке әрі аса маңызды бір мәселені көтеріп отырмын. Бұл әрине сол баяғы Балнұр Ухти арнасындағы видеодан алынған үзінді. Және бірден атап өткім келеді, ол еш жерде мұның тарихи кітап екенін, еш жерде бұл өткен заманның нормалары екенін, және еш жерде бүгінгі күні қолданылмайтынын нақтыламайды. Керісінше ол мұны сабырмен әрі сенімді түрде рұқсат етілетін тәжірибе сияқты баяндайды. Ал енді мұнда не дейді екен? Психикалық ауруы бар, әрекетке қабілетсіз қыз туралы болып отыр. Бейнежазбада оның еркі де, келісімі де талқыланбайды. Талқыланатыны тек сол ауруы бар қызды некелендіру және оның уәлиі кім болатыны айтылады. Яғни, әкесі ме, әлде баласы ма? وإذا اجتمع في مجبوبة أبوها وابنها فلولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أبوها. Егер бір мәжбуб, яғни есі дұрыс емес қыз бір некеде әкесі мен баласы жинаса, яғни екеуінің біреуі уәли болу керек дейтін болса, оның уәлиі әкесі емес баласы болады. Бұл Абу Ханифа мен Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша. Вақала Мұхаммад Абуха. Ал Мұхаммад, имам Мұхаммад, оның әкесі уәли болу керек дейді. Түсініспеушілік болмау үшін бірден нақтылап өтейін. Мәжбуба немесе маджнуна тұрмыстық сөз емес, және бұл менің түсіндіруім емес. Діни құқықтық мәтіндерде бұл термин психикалық тұрғыдан ауру, есі дұрыс емес адамды, яғни өз әрекетінің мәнін саналы түрде түсініп, бақылауға қабілетсіз тұлғаны білдіреді. Бұл күйзелісте емес, мінез құлықтың қиындығы да емес, уақытша эмоциялық жағдай да емес. Мұнда сөз нақты әрекетке қабілетсіздік туралы. Сондықтан да бұл бейнеде қыздың өз келісімі талқыланбайды. Талқыланатыны оның тағдырын қай ер адам шешетіні. Бұл менің сөзім емес, бұл тікелей бейне жазба. Ал енді заң не дейді екен? Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 9 бабында неке қию үшін екі тараптың да еркін әрі толық келісімі қажет екенін тікелей көрсетілген. Психикалық тұрғыдан әрекетке қабілетсіз адам саналы әрі ерікті келісім бере алмайды. Демек, әрекетке қабілетсіз қызбен неке қию мүмкін емес. Ешбір әке, ешбір бала немесе өзге де қамқоршы оның орнына бұл шешімді қабылдай алмайды. Одан бөлек, мұндай әрекеттер іс жүзінде орын алса, олар қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін қамтуы мүмкін. Соның ішінде мәжбүрлеу, қамқоршылықты теріс пайдалану, жыныстық қол сұғылмаушылықты бұзу. Тағы да нақты айтамын, мен дінді талқылап отырған жоқпын, мен Қазақстан Республикасының заңдары мен адам құқықтары туралы айтып отырмын. Қоғамдық кеңістікте ешқандай ескертумен түсіндірмесіз, психикалық ауруы бар, әрекетке қабілетсіз қызды некеге беруге болатыны, тек оның тағдырына қай ер адам шешетіні ғана талқыланатын болса, онда бұл оқыту емес, бұл сабақ емес. Мұндай мазмұн білім беру ортасында мүлде жол берілмеуі тиіс, және тыйым салынуға жатады. Өйткені ол заңға және адам құқықтарының негізгі қағидаттарына тікелей қайшы келеді. Осы жерде заңды сұрақ туындайды. Осы сәтте Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі мен оқу ағарту министрлігі қайда қарап отыр? Неге осындай сабақтар ешқандай құқықтық баға берілместен шектеусіз түрде және оны таратушылар үшін ешбір салдарсыз еркін оқытылып таратылып жатыр? Осындай үлгілерді жұрт алдында үйретіп, насихаттап жүрген адамдар өз сөздерінің мазмұны үшін жауапкершілікке тартылуы тиіс. Қоғамның мұндай сұрақ қоюға толық құқығы бар. Неге мұндай контент ескертусіз, контекстсіз және мемлекеттік органдардың реакциясынсыз еркін таратылып жатыр?